Сәлем құрметті менің көрермендерім. Бүгінгі мастер-классымда сіздермен көріскеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі видеомда мен Ханшайым хан деген менің оқырманымның, көрерменімнің өтініші бойынша дөңгелек столға дастархан тігу. Бұл кісі маған кезінде осындай сұрақ қойған еді. Мен ол кісіге айттым, Ханшайым ханға, тігіп көрсетеміз деп. Мінекей бүгін сол күнді Алла сәтін салып тұр екен. Сіздің құрметіңізге дөңгелек столға дөңгелек дастарханымызды тігеміз. Бірақтан да біздің столымыз өте үлкен. Мысалға, мына крышкамыз, міне қақпағымыз, пластик қақпағымыз, сол столдың беті деп алатын болсақ, оның диаметрі 1,80, өте үлкен стол болып тұр. 1,80 столға дастархан табу өте қиын, қыздар. Сол үшін өзі базарда бар дастарханның ең үлкені 1,77 болатын. 1,80-ге 3 сантиметр жетпейді екенді тіпті. Сол үшін мен былай ойландым, және де осы шешімге келдім. Қалай біз пішеміз? Мінекей қайтадан сіздерге мынандай қағаз түрде бірінші түсіндіріп аламын, қалай пішеміз. Мінекей бір дастарханның ені 1,50 дастарханды алуға шештім. Өйткені 1,80 өте үлкен болып кетеді, көп остатка қалып кетеді. 1,50-дан 2 метр аламын. Мінекей бүктесек, міне бүктесек, 1 метр, 2 метр, 1 метр, 2 метр. Мына жағына 150, кәдімгі дастархан. Тағы 2 метр алдым, оны да бүктеймін. Сонымен общиймен базардан 4 метр дастархан алдым, қыздар, міне. 4 метр, міне бүктеліпті, көріп тұрсыздар, әр қайсы 1-1 метрден. Ал қыздар, мінекей 2 метрлік дастарханым, міне 4 метр қып алдым, мінекей. Осындай алып, оны теңдей ортасынан бөлдім. 2 метр былай, 2 метр былай. Және де мына оюларына сәйкестендіріп, екеуін бетіп тігіп алдым. Мінекей 1 метр, 2 метр, 1 метр, 2 метр. Енді солай, мына 150 қосу 150, былайынан бізде, міне былайынан 3 метр болды, ал былайынан 2 метр болды. 3-ке 2 метрлік дастархан бұл. Қазір мен мұнаның ортасын бетіп клейлеп шығамын. Енді визуально ойлап қараңыздар, мен мұна 2 дастарханды тігіп, ортасын тігіп шығам, мінекей. Мінекей. Енді мені 1,80 деп ойлаңыз, мұна столымның беті, осы крышкамен бірдей. Енді мен бұлай қойып аламын. Мінекей. Бұлай қойып аламын да, дастарханымның пішінін сызып аламын. Мінекей. Соның өзінде көрдіңіздер ма, қанша дастархан мына жерде қалып жатыр. Мен 2 осындай дастархан тігемін. Сол үшін мен осылай қылдым. Мына шов, міне, столдың міне шетінде қалып кетеді, міне. Білер-білмес шов істейміз. Ол еш нәрсе етпейді, өткені 1,80-дік столға дастархан табу қиын. Ал мына жағынан қалып кеткен баяғы мына жақта 150 және 40 сантиметр мына жаққа кетті дейік. Ал мына жақта бізде 110 сантиметр қалды. Бұл жаққа тағы 150-ді, 2 метрлік 150 дастарханды алып мына жағына клейлеп, тігіп аламыз да, тағы бір дөңгелек дастархан шығарамыз. Мен 2 дөңгелек дастархан шығаруым керек. Видеомды соңына дейін көріп, қыздар, лайк басып, және де сұрақтар қойсаңыздар, мен жауап беруге дайынмын. Ал енді, қыздар, бастаймыз. Мінекей біз кружевамызды бетіп тігіп жатқанымызда, мынаны қараңыздар, өзі керемет, әдемі кружева, нежный. Мына сетка болған жерін ғана бүктеп кете береміз. Бүктеудің размері өзіңізге байланысты. Көп бүктесеңіз, үлкен юпочка болады, мынандай желбірі болады. Мынандай майдалап кетсеңіз, мынандай ұсақтау қылсаңыз, ол да әдемі көрінеді.
Мінекей мына сеткіге жақындаған кезінде мен бүйтіп кішкене бүремін, 1 сантиметрден кішкентай қылып. Және де міне өте шетіне тіге беремін. Өзінің мынандай тесмасы сияқты тігілген мінекей кестесі бар, сол көрініп тұру керек. Сол кезде әдемі дастархан болады, қыздар. Және де мына ұштастырып отырып, мына жерге дастарханым ұшымен. Ал мына жердегі мына простой карандашпен неге мынандай сызық сызып қойған екен деп отқан шығарсыздар. Видеомды соңына дейін көрсеңіздер, керемет сюрприз болайын деп тұр. Әдемі тас тігеміз. Золотистый тас тігіп безендіреміз дастарханымызды. Содан кейін барып столымызға төсеп, сіздерге арнайы сол видеоны түсіріп жіберетін боламын, қалай көрінетінін. Мінекей қыздар, біз соңына дейін жеттік. Енді мына екеуін жалға жіберу үшін біз былайынан қойып тұрып, сәл артықтау қылып қиып аламыз. Сәл артықтау қиғаннан кейін, міне мына жағын бетіп ішке қарап бүкте жібереміз де. Бүктедік. Бұл артық жіптерін қиып тастап, енді мына жағын жалғап жібереміз. Мінекей қыздар, енді мынаны осының үстіне бетіп білдірмей жалғап жібереміз. Жаңағы бүктелген жерден машинканы бетіп бүктеп қойып жібереміз. Өзі мына узорлары бір-біріне ұқсасып, мына кружеваның бір жақсы жері мінекей білдірмейді екен. Мінекей қыздар, әдемі мынандай шоф болды. Қазір енді мына жағына алтын тастарын тігетін боламыз, безендіреміз дастарханымызды. Мінекей құрметті көрермендер, мынандай әдемі тегіс болып тігілу керек. Еш жер бүрілмеу керек, көрдіңіздер ме? Қандай әдемі юбочка болды дастарханымызға. Керемет. Енді мына дастарханды төсеген де арманда, төсемеген де арманда. Не белгілі, қыздар, мына имитация стразы деген бар. Бұның серебросы мен алтын түсімен өте қатты жақсы көрем, қолданам. Және қолданамын барлық дастарханыма. Өйткені бұны қолдану өте қиындау бір қыз-келіншектерге. Ал егер де ерінбей үйренсеңіздер, керемет дастархан шығатынадан. Қазір сіздерге бұның тігілуін көрсетемін. Мінекей, мен барлық жерден 5 сантиметрден сызып шықтым белгілеп. 5 сантиметрден. Бастапқыда мен кружева тікпестен алдым. Өзі 10 сантиметр түсіп тұрады. Міне стол мына жақта келеді, мына жақта тұрады. Столдан түсетін жағына, қақ ортасына осындай алтын түсті тасымыз былайынан түседі. Әнеки қандай керемет, күшті дастархан болайын деп тұр енді. Қыздар, есіңізде болса, біз осы стразымен чехолдар тіктік, қасық, вилка салатын. Сонда мен айтқанмын, мынандай қылып ұштастырып тікпейміз, сәл артықтау қылып алып тігіп кете береміз деп. Мінекей. Болмаса ұшынан тіксек, бұл тайып кетеді, қисықты іліп кетеді. Осылай қылып үстіне лапканы қойып, лапканың ортасындағы тесігін мына стразымыздың мынандай ортасына әкелдіріп турлап алып, мына сызған сызықтың дәл үстіне қойып отырып, мына екі жағын бетіп ұстап, мына машинкаға көмек береміз. Міне дастарханды мына стразында ұстап. Мінекей қыздар, дәл мынаның ортасымен жүріп отырамыз. Көрдіңіздер ме? Міне. Бұл түсіп қалмайды, кейін мықтап, бұл мықты болады. Қорықпаңыздар еш. Мінекей құрметті оқырмандарым, біздің дөңгелек стөлге дастарханымыз дайын. Қараңыздар, қандай керемет. Алтын тастармен безендірілген, матовый золото, күшті керемет, невеміз, кружевамыз қандай әдем жарасып тұр. Дастарханның өзінің узорын көрдіңіздер ме? Мынандай дастархан енді төсеген де арманда, столға төсемеген де арманда. Үстіне арзандау бір клеенка жауып қойсақ, 500 теңгелік, 800 теңгелік жұқа ПВХ-лар болады ғой.
сол біздің дастарханымызды краситель, торттың красительдерінен және де тағы бір сондай бояу заттардан, я кішкене балалардың карандашпен сызып тастауынан сақтауымызға болады. Бұл дастархан моющий, қыздар. Бұны қатты кірлеп кетсе, бір стиралкаға салып алуға болады. Бірақтан да енді осындай әдемі дастархан болғандықтан, оның бетіне клеенка төсеп қойып сақтасақ та болады да, енді күшті болады. Енді қонақтарыңыз қуанып, мәз болады, көзін қуантады. Қандай керемет, қараңыздаршы. Ал енді осы видеом ұнаса, сіздерге лайк басуды ұмытпаңыздар, подписаться етіп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Тағы да алдыда күтіп тұрған көп мастер-класстар бар. Содан құр қалмаңыздар, қыздар. Және де достар, осы дастарханымды мен тігіп сіздерге мастер-класс ретінде видеоға түсірдім. Сіздерге тамшыдай пайдам тисе екен деген ниетпен. Барлықтарыңызға Алланың нұры жауып, Алла разы болсын. Келесі мастер-класста кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.